Мәселен, кеше ана Ақтаудың кішкентай ғана қызды көрсетті ғой, енді Қазақстанның барлығы белгілі болды. Былай қарасаң, кішкентай қыз қаншама егде адамдардың қозғалуына себеп болды. Менің өзіме тікелей көптеген адамдар хабарласты. Енді баршамыз парақшамызға салдық қой, енді қуанып. Сонда мені ұялтты. Мен енді бұдан былай ары қарай қайырымдылықпен айналысуға шешім қабылдадым деп, үлкен кісілер шешім қабылдап жатыр. Әйтпесе, ол бір елді ынталандырайын деп те істеген жоқ, бір тәрбиесінің жемісін. Тәрбиесінің жемісін көрсетті. Сондықтан әр адам өзі бір аптасында қанша? Ол 5 теңге, мүмкін 100 теңге, мүмкін 1000 теңге. Бір аптасына, айына өзін жүйелендіретін болса, бүкіл қоғам солай қозғалатын болса, онда біз төңірегіміздегілердің проблемасын өзіміз-ақ шешіп жылжып кете береміз алдыға. Бұл қазақтың қанында болған нәрсе. Қазақтың байлары, ол бай деген тек қана дүниесі бар адам болмаған. Қазақтың байы мейірімге бай болған, ақылға бай болған, ұйымдастырушылыққа бай болған. Сіздің сөзіңіз бар еді ғой. Жағдайы орташа кезде көмектесіп, жарылқамаған адам байып кеткен кезде көмектесу. Оны әрдайым айтып жүрміз. Себебі кішкентай жоқ кезінде 5 теңге бере алмаған адам орташа жағдайда 50 теңге бере алмайды. Өйткені жақсылыққа адам қалыптасумен, тәрбиеленумен келеді. Жаңа кішкентай қыз бала, ол ақылыменен толық саралап тұрған жоқ, ол бірақ өзін жақсылыққа әдеттендіріп отыр.